Қарағандыда халықаралық балалардың құқығын қорғау күніне орай «Отаным менің қорғаным» атты ашық сұхбат алаң өтті. Игі шара мектеп оқушыларына еркін пікір білдіруге мүмкіндік беріп, олардың дауысы қоғамда маңызды екенін көрсетті. Алдымен оқушылардың шығармашылық жұмыстары мен түрлі мектеп жобалары қойылған көрме ұйымдастырылды. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары балалардың еңбегіне жоғары баға беріп, сәттілік тіледі. Бүгінгі кездесу сіздермен ашық алаңда сіздердің ойларыңызды ойлап, егер мектепте мүмкін оқу тәрбие жұмыстарында өз ойларыңызды айтсаңыздар, өздеріңізден естісек деп келіп отырмыз. Бұған дейін сіздердің біраздарыңызды үлкенді кішілі шараларда көрдім. Қайсыларыңызда болса, талантты, дарынды жастарсыздар. Сұхбат алаңында бастауыш сынып оқушыларына еркін пікір білдіруіне мүмкіндік жасалды. Бұл жас буын толыққанды тұлға ретінде қабылдауға бағытталған қадам. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай ашық формат балалардың қоғамдық ортаға еркін араласуына ықпал етеді. Менің идеологтарым бұл балалар. Мен балалар не қалайды, соны осы мемлекеттің қалағаны деп ойлаймын. Үлкен кісілерде ол жан-жақтан келіп қосылатын пендешілік әңгімелер бар. Ал бала деген ол ақпарақ. Олардың айтқан несі, жаңа бағыт-бағдары, айтқан ойы ол өте ақ. Шаңғышылар аптасы жеңімпазы, шапшаң оқу шабандозы, осының бәріне қалай үлгересің? Аяла, өзіңнің тәжірибеңді бөліссең? Шараға Қарағанды қаласы мен облыстың әртүрлі аудандарынан келген бірнеше мектептің оқушылары қатысты. Еркін ашық пікір алаңында жас журналистер қозғалысының өкілдері де белсенді болды. Олар қатысушылардан сұхбат алып, тікелей эфир жүргізді. Біз тәуелсіз елдің бақытты ұрпағымыз. Дүниежүзілік балалар күнімен достарымды құттықтаймын. Сіздерге мектебіміздің білім шыңына жетіп жүрген шәкірттер, өнерлі оқушылармен өнерінде ортаға салғым келеді. Іс-шараларға белсенді араласып жүрген оқушылар, мектептегі тәрбие ісі жөніндегі директор орынбасарлары мен ата-аналар облыс әкімдігінің құрмет грамоталары және алғыс хаттарымен марапатталды. Таңшолпан Мадиарқызы, Талғат Абдрахманов, Гүлдана Құсайын, Сарыарқа телеарнасы.